Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша Қойнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады. Еске салсақ, өткен жылдың қыркүйек айында комиссиялық дүкен ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы заңсыз микрокредит беру схемасы анықталған. Актив ломбард желісінің иесі Қойнов комиссиялық қызметті пайдалана отырып, жеке тұлғаларға жасырын түрде микрокредит берудің заңсыз схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді. Қызметіне заңдылық сипат беру үшін ол материалдық техникалық базасы мен әкімшілік ресурстары бар өзіне бағынышты актив ломбард жауапкершілігі шектеулі серіктестігін пайдаланып, сенімді тұлғалардың атына тіркелген және формалды түрде комиссиялық саудамен айналысқан байланысы бар заңды тұлғалар желісін құрды. Аталған компаниялар актив маркет бірыңғай брендімен әрекет етіп, іс жүзінде мүлікті кепілге алып, жоғары пайыздық мөлшерлемемен микрокредиттер беру үшін пайдаланылған. Комиссиялық бөлімшелер актив ломбард жауапкершілігі шектеулі серіктестігі филиалдарымен бір ғимаратта орналасқан, ал клиенттерге қызмет көрсетуді бірдей қызметкерлер жүзеге асырған. Клиенттермен жасалған комиссиялық шарттар формалды және жалған сипатта болған. Сыйақы мөлшерлемесінің орташа деңгейі тәулігіне 1,73%-дан 2,7%-ға дейін жетіп, белгіленген нормадан 5 есе жоғары болған. Бұл азаматтардың құқықтарының елеулі бұзылуына әкелген. Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық кірістердің шығу көзін жасыру мақсатында Қойнов оларды заңдастырудың көп деңгейлі схемасын әзірлеп іске асырған. Ол үшін байланысы бар компаниялармен жасалған жалған шарттар, сондай-ақ банктік шоттар арасында ақшаны бірнеше рет аудару арқылы кейіннен дивиденд түрінде шығарылған. Осы тәсілмен 5 миллиард теңгеден астам қаражат шығарылған. Сонымен қатар Қойнов бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу саласында формалды түрде қызмет көрсеткен Зеуско жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тіркеген. Бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу қызметтері көрсетілді деген желеумен байланысы бар компаниялармен құны асыра көрсетілген шарттар жасалып, нәтижесінде Зеуско жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шоттарына 2,5 миллиард теңге түскен, оның 2,2 миллиард теңгесі Қойновқа дивиденд түрінде аударылған. Сот санкциясымен конфискациялау мақсатында жалпы құны 8,9 миллиард теңге болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жарғылық капиталдағы үлестерге және зергерлік бұйымдарға тыйым салынған мүлік қатарында елордадағы 4 пәтер және 2 тұрғын үй, Біріккен Араб Әмірліктеріндегі 4 апартамент, 6 автокөлік, оның ішінде Lexus LX 600, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga, Land Rover, Range Rover спорт көліктері бар. Қойнов қамауға алынды. Оның 4 сыбайласына қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.